Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен Наполеон тортын жасаймыз. Ал ендеше кеттік. Алдымен торттың құрамымен танысып алайық. 250 грамм май, жарты стакан су, 1 чай қасық уксус, 2,5 стакан ұн, 1 чай қасық тұз, 1 стакан қант, 3 жұмыртқа, 3 стакан сүт. Ең алдымен 2,5 стакан ұнды 250 грамм маймен араластырамыз. Ол үшін майды майдалап бөліп аламыз. Жарты стакан суға 1 чай қасық тұзды және 1 чай қасық уксусты араластырып аламыз да қамырға қосып илейміз. Қамыр иленгеннен кейін 6 бөлікке бөліп күлшелеп аламыз, сосын 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамыр дайын болғанша 3 стакан сүтті қайнатып аламыз. Сол уақытта 3 ас қасық ұнды да қуырып аламыз. Үш жұмыртқаға 1 стакан құмшекерді қосып көпіршігенше араластырып аламыз. Сосын оған 3 ас қасық қуырылған ұнды салып тағы да араластырып аламыз. Және қайнаған сүтті жылы күйінде дайын болған смеске қосамыз, бірақ байқаңыздар, сүтіміз қатты ыстық болып кетпеу керек. Араластырып болған соң водяной пар жасаймыз, бірақ сол водяной парда тұрған жерінен қоюланғанша тағы да араластырып тұрамыз. Водяной пардан сместі түсіреміз, ол смес суы керек, суыған соң майды жеке езіп аламыз да екеуін тағы араластырамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Дайын болған қамырды жұқалап жаямыз. Жайғаннан соң формада кесеміз. Содан соң шанышқымен ортасын тесіп аламыз, себебі піскен кезде көтеріліп кетпес үшін. Сосын арнайы духовкада пісіреміз. Формадан қалған нанды қолымызбен үгітеміз, өте майда болып кетпеу керек. Бұл біздің дайын болған тортымызды әрлеуге қажет болады. Піскен нанның әр қабатына крем жағамыз. Кремді барлық қабатына жақ болған соң әрлейміз. Тортты әрлеп болған соң 1 күн қойып қоюымыз керек, себебі кремі жақсы сіңу керек тортқа. Міне тортымыз дайын болды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас дәмді болсын, келесі кездескенше.